А наусеттік, это что в русском языке? Именительный падеж. Қандай сұрақтары бар? Какие вопросы у него есть? Да, кто, что? Бұл курсқа қатысушылар мемлекеттік тілді меңгеруге ниетті қала тұрғындары. Қазір оқытушы оларға күнделікті өмірде қолданылатын сөздер мен сөйлемдерді үйретіп жатыр. Қатысушылардың жасы да қызметі де алуан түрлі. Екібастұз қаласы әкімдігінің мәдениет, тілдер дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен жалпы барлық санаттағы азаматтарға мемлекеттік тілді тегін оқыту курстары жалғастыруда. Биылғы оқу курсының ерекшелігі қазтест қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесіне де дайындала алады. Оқу курсы аяқталғаннан кейін барлық білім алған азаматтар міндетті түрде сертификаттар алады. Қазақ тілі курсын Виктория Қожамбердина өткізеді. Ол қаламыздағы нөмірі 35-ші гимназия мектебінде қазақ тілі және әдебиеті пәнінің ұстазы болып еңбек етеді. Алғашқы кездесуде әр қатысушымен танысып, қарапайым сөздерді үйретеді. Қазірдің өзінде 300-ге жуық адам курсқа қатысуға ниет білдірген. Биылғы курс осы сәуір айының басында басталып, амандық болса 3 айға дейін созылатын болады. Осы жұмыс барысында ең бірінші кезекте біз білім алушыларымыздың, қатысушыларымыздың деңгейлеріне қатысты 2 топ құрдық. Біріншісі бастауыш, білім деңгейлері кішкене төмендеу санаттағы адамдар, және де екіншісі жалғастырушы топ. Бұл жерде кішкене енді ауызекісі бар, сондай қазақша жауап бере алатын, сондай санаттағы адамдар. Енді қатысушылардың арасынан осы жолы енді өзіміз өте қуанып отырмыз. Богатырь көмір, Восточный, Кигок, Проммаш комплект сияқты қала құраушы кәсіпорындарының мамандары бар. Оның ішінде тағы да мемлекеттік қызметкерлерді кездестіруге болады. Және де мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің Instagram парақшасынан осы қазақ тілі курстары ашылды, келіңіздер деген хабарламаларды көрген. Жай өзі біздің қаламыздың тұрғындары бар деп айтуға болады. Дарья Соловьева қаладағы кәсіпорындардың бірінде еңбек етеді. Күнделікті жұмысындағы адамдармен еркін сөйлесу үшін курстан өтуді жөн санапты. Я являюсь сотрудником. Мен Railway Systems KZ кәсіпорнында қызмет етемін. Біздің қаламызда қазақ тілін үйрететін курстар барын естіп келіп отырмын. Виктория Николаевна сабақты ұғынықты түсіндіреді. Осылайша біз еркін сөйлеуге мүмкіндік бар. Өзге ұлт өкілі болсақ та бізге барлығын түсінікті етіп жеткізуде. 3 айлық курстан өткен соң қазақ тілін меңгеріп, жақсы нәтиже көрсетемін деген ойдамын. Курс аптасына 2 рет, дүйсенбі және сәрсенбі күндер өтеді. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін оқу жұмыстан кейін, яғни кешкі сағат 6:30-да басталады. Айта кетейік, сабақтар тегін өтеді.